Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен жасалу жолы өте оңай, қарапайым заттардан дайындалатын өте дәмді шоколадты маффинларды бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 240 грамм електен өткізілген ұн қажет болады. Үстінен жарты шай қасығында ванилин, не болмаса ванильді қант қолдансаңыздар да болады. 1 шай қасығында қамыр қопсытқышы, 2 ас қасық какао ұнтағы, не болмаса 4 шай қасығында салсаңыздар да болады. Басын бір біріктіріп шетке алып қоямыз. Бөлек ыдысымызға 100 грамм бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызға 180 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен бір араластырып аламыз. Үстінен 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Миксермен араластырып, үстінен 120 грамм сүтімізді қосамыз. Жоғарыда дайындап қойған ұнымызды салып, барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Менде осындай 12 штук капсулалар жарты етіп салып шықтым. Не үшін жарты етіп саламыз? Өйткені біздің кекстарымыз өзінен 2 есе ұлғаяды. Және де Қазақстан шоколадын бөліп, үстінен қосып шықтым. Қаласаңыздар, кез келген жаңғақ түрін үстіне қоссаңыздар да болады. Алдын ала қыздырылған 180 градустық пешімізде 20-25 минуттың көлемінде пісіп шығады. Мінекей біздің маффинларымыз өте керемет көтеріледі осындай. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды осындай тәттілермен қуанта беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.